Сәлем достар, жаңа жыл құтты болсын. Бүгін сіздермен 2025 жылы жылан жылына арнап жылан салатын жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Өте оңай салаттың түрі. Ең бірінші картошка, жұмыртқа, сәбізімізді суға қайнатып алып, осылай төртбұрышты етіп майдалап турап шығамыз. Одан кейін шұжығымызды да дәл солай төртбұрышты етіп майдалап турап шығамыз. Турап алған шұжығымызды ыдысымызға саламыз. Одан кейін ұсақ үкіштен өткізілген сырымызды саламыз. Осылай барлығын бір ыдысымызға салып дайындаймыз. Одан кейін дәміне қарай тұзын саламыз. Және де майонез қосамыз. Енді барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үлкенірек ыдысымызды алып, осылай жыланның пішінін келтіреміз. Ең алдымен құйрық жағынан бастап салып шығамыз. Бас жағын кішкене үлкендеу етіп көбірегін саламыз. Жыланымыздың пішінін келтіріп алғаннан кейін ыдысымызға жағылған жерлерін сүртіп тастаймыз. Осылай менде 3 тәрелке шықты. Енді бетін әсемдеу үшін бізге тұздалған қияр қажет болады. Қиярымызды жұқалап турайтын боламыз. Қиярымызды барынша жұқа етіп турауға тырысыңыздар. Сол кезде бетіне жақсы тұрады. Егер қалың турасаңыздар, жабыспай қоятын болады. Одан кейін ортасынан 4-ке бөлеміз. Енді жыланымыздың құйрық жағынан бастап қиярымызды қойып шығасыздар. Мінеки жыланымыздың сыртқы қабатын әсемдеп шықтық. Енді жыланымыздың көзін жасау үшін осылай қара маслениді қолданамыз. Осылай дөңгелек етіп турап көзін қоямыз. Және де тілін қайнатылған сәбізбен или болмаса қызыл болгар бұрышымен жасауға да болады. Одан кейін жыланның денесіне маслениді ортасынан бөліп, осылай кезек-кезек қойып шығасыздар. Сол кезде жыланымызды әдемі болып шығатын болады.
Міне осымен біздің жылан салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дастархандарыңыздың сәнін келтіріп тұрады. Және де соғым басы берсеңіздер, осы салатты жасап көріңіздер. Өте ерекше, сәнді көрінеді. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.